Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып көктемгі әскерге шақыру маусымының басталуы туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Артық Ауқани Асылбекұлы, Астана қаласы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің өкілі. Аубакиров Ануар Русланұлы, Астана қаласы қорғаныс істері жөніндегі департаменті басшысының орынбасары. Руспекова Лязат Асығатқызы, қалалық бақылау комиссияның төрайымы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему о начале весеннего призывного сезона на военную службу. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в соцсети. Ендеше бастаймыз. Ғани Асылбекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті отандастар. Қазақстан Республикасы президентінің 2025 жылғы 13 ақпандағы 782-ші жарлығына сәйкес осы жылдың наурыз айынан маусым айына дейін жергілікті атқарушы орган әкімдерінің орынбасарлары төрағалық етуіменен еліміз бойынша 195 қалалық және аудандық әскерге шақыру комиссиялары азаматтарды көктемгі мерзімдік әскери қызметке шақыруға кірісті. Сол 195 аудандық қалалық әскерге шақыру комиссиясының ішінде 5-еуі біздің елордамыздан болып отырады. Маусым айының 30-на дейін жүретін осы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскери құралымдар мен әскери құрылымдардың қатарына әскерге шақыруды жүргізудің барысында әскерден қалдыруға негізі жоқ. 18-ден 27 жасқа дейінгі 27 мыңнан астам ер азаматпен толықтыратын боламыз. Оның ішіне қарулы күштерімізге 10.683 адам, ұлттық ұланға 7.054 адам, шекара қызметіне 2500-ден астам адам, төтенше жағдайлар министрлігінің әскери бөлімдеріне 306 адам, мемлекеттік күзет қызметіне 290 азаматымызды әскери қызметке, әскер сапына қоятын боламыз. Өз кезегінде Астана қаласынан кететін әскери қызметке 1000 азаматымызды әскерге жіберу үшін қаламыз бойынша 5-6 мыңға дейінгі азаматтарымыз осы дәрігерлік сараптамадан өтетін болады. Сонымен бірге әскерге шақыру комиссиясының отырыстарында қарастырылатын болады. Отанды қорғау қасиетті парыз болатын болса, ал әскери қызметті өткеру бұл әр ер жігіт үшін мақтан тұтарлық міндет болып табылады. Әскери қызмет еліміздің егемендігін сақтаудың негізі, ал жастарға тәрбие беру ол отанды қорғауға даярлау тек мемлекеттік құрылымдардың ғана емес, осы барша отырған барлықтарымыздың да, бүкіл қоғамның да, бүкіл еліміздің де жабылып атқаратын үлкен кешенді ісіміз болып табылады. Осы сұрақтарыңыз болатын болса, байланысты әскерге шақыру процесіне, әскерге шақыру осы науқанына байланысты сұрақтарыңыз болатын болса, біз әрқашанда ашықпыз, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашанда дайынбыз. Баяндамаңызға рахмет. Ануар Русланұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Всех приветствую, подполковник Аубакиров. Значит, весенний призыв на срочную воинскую службу начинается с 1 марта и продлится до 30 июня 2025 года. Призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии на местах возглавляют заместители акимов городов и районов. Оповещение проходит и будет проходить путем вручения повесток, также рассылка СМС-сообщений через сервис службы 1414. Всю информацию касаемо призыва можно получить через официальные аккаунты или в социальных сетях, или электронные почтовые ящики Департамента по делам обороны. В каждом департаменте функционируют электронные, то есть ящики и официальные аккаунты. Весеннему призыву подлежит более 20 тысяч человек, в том числе вооруженные силы свыше 10 тысяч, Национальной гвардии 7 тысяч, пограничную службу свыше 2000, Министерство по чрезвычайным ситуациям свыше 300 человек и службу госохраны свыше 300 человек. Отсрочка от призыва на срочную воинскую службу предоставляется в данный момент в электронном формате посредством электронного портала ЕГОВ. Жыл бойына ай сайын, апта сайын тексерулер жүргізіліп отырады. Солардың бағалары срочник 2 деген бағдарламаның
базасына енгізіліп отырады. Әскери бөлімдерде осы ең жақсы көрсеткіш көрсеткен әскери қызметшілердің барлықтары, мерзімді әскери қызметшілердің барлықтары қорғаныс министрлігінде есепке ілініп, солардың ішіндегі жақсы көрсеткіші барларында қай оқу орындарына оқуға түскісі келеді, сол бойынша мүмкіндіктер беріліп, грантқа ие болып отыр. Олардың ішінде еліміздің көптеген алдыңғы қатарлы оқу орындары, жалпы саны 80-нен астам оқу орындары қазір осы грант бөлу мәселесіне бірге қорғаныс министрлігімен атсалысып, жастарымыздың болашақта елінде қорғай алатын, екіншіден болашақ өмірге, үлкен өмірге аяқ басуына көптеген осындай жақсы елеулі де өзгерістер еніп отыр. Жауабыңызға рахмет. Следующий вопрос. Каков порядок постановки на воинский учет и отсрочки от призыва в случае поступления в университет после окончания колледжа? Разрешите, порядок постановки на учет. Сейчас из новшеств воинский учет сейчас проводится в автоматическом режиме. То есть, когда гражданин прописывается в каком-либо из районов города, он в автомате прикрепляется на учет данного управления по делам обороны. К примеру, прописался в Саракинском, значит, он становится на учет управления по делам обороны Саракинского района. То есть нет необходимости сейчас, как ранее, подавать через ЕГОВ заявку, либо ходить в ЦОНы конкретно, чтобы специально вставать на учет. Это про учет еще что было? Повторим вопрос. Каков порядок постановки на воинский учет и отсрочки от призыва в случае поступления в университет после окончания колледжа? Получение отсрочки, как я озвучил, она идет также в электронном формате. Сейчас с 1 марта начал действовать сайт e-лицензия, то есть все равно это посредством ЕГОВ портала, там есть предоставление отсрочки, то есть гражданин может никуда не ходить, дома зайти, подать на отсрочку, прикрепить свою справку, в данном случае об обучении очном, и тем самым подать на отсрочку в электронном формате. В этом году внедряется в автоматическом режиме, то есть когда сотрудники военкомата, мы видим, что если он обучается, и он уже автоматически не подлежит призыву. То есть у нас есть специальная база, интеграционный шлюз, где мы видим граждан, подлежащих призыву и не подлежащих призыву. Благодарим за ответ. Тағы да бір қосатын шамалы жайттар бар. Мысалға айтатын болсақ, осы соңғы жылдары қоғамымызды, елімізді жалпы цифрландыруға үлкен бетбұрыс жасап келе жатырмыз ғой. Соның ішіндегі ең үлкен осы өзгерістердің біреуі бұл әскерге шақыру кезіндегі әскери қызметшілердің, әскерге шақырылатын азаматтарымыз бен әскери міндеттілердің бүкіл деректердің барлықтары цифрланып, осы электрондық есеп жүргізіліп отыр. Бұның көптеген елеулі де тиімді жақтары болып отыр. Бұрынғы айтатын болсақ, әр азаматты үйіне барып, жаңағыдай шақыру қағазын ұсынып, болмаса ол азаматтың оқып жатқанын білместен олардан келетін қағаз жүзіндегі анықтамалықты күтіп отыратын болсақ, қазір жаңағы мен әріптесім айтып өткандай информациялық шлюздер арқылы қай оқу орнында қай азамат оқып жатыр, соны жаңағыдай дерек көздерден көріп, автоматты түрде оларға онлайн түрде әскерге шақыруды кейінге қалдыру мүмкіндіктері беріліп отыр. Ал мысалы алыс шетелде оқитын азаматтарымыз болатын болса, дүниенің кез келген түкпірінде, егер оларға жаңағыдай әскерге шақыру комиссиясы шақыру қағазын жолдап отыр, болмаса шақырып жатыр деген мәліметтер келетін болса, дүниенің кез келген түкпірінен, кез келген уақытта өзінің оқып жатқан оқу орнынан анықтамасын алып, жаңадай әскерге шақыруды кейінге қалдыру мүмкіндіктер бар. Бұл дегеніміз бір жағынан осы әскерге шақыру жұмысына кірісетін, сол шақыру қағаздарын тарататын адамдардың уақытын да үнемдейді, және оған жұмсалатын транспорт, техника, жағармай, жанармайдың бәрінде үнемдейді. Көптеген елеулі өзгерістер осылай біз көріп отырмыз, және оның игілігінде қазіргі таңда еліміз байқап көріп отыр. Рахмет.
Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. В предыдущие годы была практика отлова по заведениям, ночные клубы, компьютерные клубы. Насколько законна данная практика? Если да, то будет ли ее применять в этом году? Әрине, әскерге шақырылушы, әскерге шақыру туралы қағазды алғаннан кейін келмейтін жағдайлар болатын болса, біріншіден, екіншіден, мысалға қазір көптеген азаматтарымыз бір тұрғылықты мекенжайдан екінші мекенжайға көшіп барып, болмаса бір қаладан екінші қалаға, ауданнан жаңағыдай облыс орталықтарына деген сияқты орын ауыстырып отырады да, ал енді тұрғылықты бір мекенжайға тіркелмейді жаңағыдай. Сондықтан олардың әскерге шақыру пункттеріне тіркелген жерлері бұрынғы есебінде қалып отырады. Ол жердегі жаңағы әскерге шақыру комиссиясы ол азаматты өзінің ауданының көлемінен табылмайды. Ал енді осындай жағдайларда қандай бізде нормативті құқықтық актілер бойынша, заңнамаға бойынша талаптар қойылады. Егер азаматымыз әскерге шақыру комиссиясына өз еркімен келмеген болатын болса, оны шақырып әскерге шақыру комиссиясына жеткізу ішкі істер министрлігінің, ішкі істер органдарының құзыретіне тапсырылады. Осы себепті қала бойынша жергілікті әскери басқару органдары, яғни қорғаныс істері жөніндегі басқармалар мен бөлімдер, сонымен бірге жергілікті полицияның өкілдері бірлесіп, әскерге шақыру төрағасы әкім орынбасарының ұсынуыменен сол әкімдіктердің жоспарлар құрылады. Осы жоспар бойынша көпшілік көп жиналатын орындарда азаматтардың әскерге тіркелген жерлерін тексеру жұмыстары жүргізіледі. Сол жұмыстар жүргізген кезде, егер азаматымыз әскери қызметке шақырудан бас тартып, болмаса дәрігерлік комиссия келмей жүретін болатын болса, оларды заң жүзінде әскерге шақыру комиссияларына апарып тапсыру, сол жаққа бақылау жұмыстары жүргізіліп отыр. Бұл өз кезегінде көптеген жемістерін беріп отыр. Азаматтарымыз, яғни жұмыс істемейтін, болмаса басқа да салаға көп көңіл бөлмейтін, кешке қол бос азаматтарымыз жаңадай жай жүргеннен гөрі оларды әскери қызметке жіберіп, одан кейін әскери қызметтен кейін жұмыс орындарына орналасу, болмаса жаңадай оқуға түсіп кету мүмкіндіктеріне бағыттау жақсы қолға алынып отыр. Жауаптарыңызға рахмет. Что прочитал? Вот это последнее? Я должна перечитать полностью? Хорошо. Слово предоставляется председателю контрольной городской комиссии Руспековой Лязат Асыгатовне. Қайырлы күн, құрметті қауым. Начало весеннего призыва с 1 марта началось, как обычно, и будет продлена до 30 июня. В городе Астане функционирует 4 районные медицинские комиссии и 1 контрольная. Функции этих комиссий – это проведение медицинского освидетельствования и определение состояния здоровья молодых людей для службы в армии. По итогам прошлых лет хотелось бы небольшую аналитику предоставить и сказать все-таки, в каком состоянии находится наша молодежь. За прошлый призыв, если брать в целом 100%, то 91% это были здоровые молодые люди и были призваны на срочную воинскую службу. Основные заболевания, которые были определены как непригодными в мирное время, в первую очередь это заболевания заболевания внутренних органов, это заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. На втором месте стоят заболевания хирургической и лор-патологии, затем кожные заболевания, неврология, и особое внимание хотела бы уделить вопросам оздоровления молодых людей в части стоматологии. По стоматология тоже стала являться причиной отсрочки, потому что есть нарушение все-таки
прикуса и множественный кариес, который дает временную отсрочку для призыва в армию. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, хотела бы обратиться, чтобы на это обратили внимание и приводили все-таки зубы в порядок. Вот. Ну и небольшие цифры в пределах там 0,2-0,3% это заболевания психического спектра и офтальмология. Вот. На основании постановления Акима города Астаны по приказу Управления общественного здравоохранения были сформированы 4 районные комиссии, в состав которых входят следующие врачи. Это терапевт, невропатолог, психиатр, дерматовенеролог, фтизиатр, офтальмолог, хирург, отоларинголог и стоматолог. Всего 9 под председательством каждого района. Теперь, помимо этого, есть 5-я контрольная комиссия, которая завершает осмотр и освидетельствование молодых людей. Но помимо этих врачей в состав комиссии еще входит врач-нарколог. Обязательные лабораторно-диагностические исследования проводятся на основании нормативных документов и охватывают 6 параметров лабораторных исследований и 4 параметра диагностического профиля, где уже можно будет примерно определить физическое состояние здоровья молодых людей. И, естественно, каждый врач проводит индивидуально уже свои осмотры, обследования и определяет его состояние на пригодность к несению воинской службы. Ну, в целом, вот такая вот у нас картина. Единственное, еще хотела бы я добавить, что на сегодняшний день с прошлого призыва у нас все информация сейчас вводится в систему ЕМИ-досмотр, которая интегрирована с КМИС, Домомед. То есть любой специалист может видеть информацию о состоянии здоровья молодого человека, состоял он на диспансерном учете или еще. Помимо этого, состояние его вакцинации и в какие заболевания или оперативные вмешательства он получил до того, как призвался на срочную службу. Эта информация всегда у нас есть, поэтому мы полностью, помимо того, что осмотр проводим, лабораторно исследуем, мы проводим обязательно полностью его анамнез жизни и заболеваний по имеющимся информационным системам. Спасибо. Благодарим за доклад. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. К нам поступил еще один вопрос. Каковы основные критерии отбора призывников? Приоритетность. Основные отборы в каждом у нас, значит, отбор призывников идет на пограничную службу, первое, потом вооруженные силы, Министерство по чрезвычайным ситуациям и СГО, Национальная гвардия. В каждом виде войск есть свои требования. К примеру, если возьмем пограничные войска, основные требования это вообще для всех это гражданин не должен быть судим, судимые они в армию не попадают. Затем у погранвойск минимальный, к примеру, рост от 160 и выше до 190. Если вы сравнить с вооруженными силами, то десантно-штурмовые войска, там мы отбираем рост граждан не менее 170. И также у всех индекс массы тела показатель не менее 18,5, то есть соотношение роста веса. И, соответственно, с хорошим зрением, ну и отсутствием какой-либо патологии практически, это везде требования. Самые высокие требования у нас это служба госохраны, где требования роста не менее 180, помимо всего отличного здоровья, должен соответствовать рост 1,180 м, и также приветствуются показатели спортивные. В принципе, все так коротко если. Благодарим за развернутые ответы. Құрметті Ғани Асылбекұлы, Ануар Русланұлы, Лязат Асығатқызы уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметі алаңында келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше. Жақсы, рахмет. Рахмет.